Келесі есептеріміздің типі реакция теңдеуі бойынша болады. Енді бұл өте маңызды тақырып, себебі химияда, ОБТ-да реакция теңдеуі бойынша есептер өте көп. Енді мына есептер өте қарапайым, сіздердің тақырыпты түсіндірулеріңіз үшін өте жеңіл құрастырылған. Номер бірінші есеп. Массасы 10 грамм кальций карбонаты термиялық ыдырағанда түзілетін кальций оксидінің массасы қандай дейді. Енді бұл есептерді дұрыс шығару үшін ең алдыменен реакция теңдеуін құрастырамыз. Кальций карбонатының формуласы бізде кальций СО3. Оны қыздырған кезде бізде бөлінеді кальций О қосылған СО2. Енді оны қыздыру температурасы мөлшермен 900 мың градус болып табылады. Енді массасы кальций карбонатының қанша грамм? 10 грамм берілген. Ал кальций карбонаттың молекулалық массасы бізде 100. Енді кальций оксидінің массасын табу үшін сол ізделініп отырған заттың массасын сұрап тұрса, астына молекулалық массасын жазамыз. Кальций бізде 40-қа тең, оттек 16, жалпы 56-ға тең. Үстіне x деп қоямыз. Одан кейін массасын табу үшін 56-ны 10-ға көбейтіп бізге бөлетін болсақ, бізде шығады екен 5,16 грамм. Келесі есепте массасы 5,14 грамм алюминий оттегімен толық реакцияға түскенде қанша грамм алюминий оксиді түзіледі дейді. Реакциясын жазамыз. Алюминий қосылған оттегі тең болады алюминий 2O3. Одан кейін реакциясын теңестіретін болсақ, мұнда 2 оттек, мұнда 3 оттек, сондықтан да мұнда 2 қоямыз, мұнда 3 қоямыз. Сонда оттектеріміз 6 болып теңесті, алюминийіміз 4 болды, алдына 4 қоямыз. Енді алюминийдің массасы бізде 5,4 грамм. Ал алюминийдің астына оның атомдық массасын 4-ке көбейтіп жазамыз. Сол кезде 27-ні 4-ке көбейтсек, бізде шығады екен 108 шығады. Ал алюминий оксидінің молекулалық массасы бізде 102, 12-ке көбейтеміз, себебі алдында 2 тұр коэффициент. Сол кезде бізде 204 шығады. X табу үшін 204-ті 5,14-ке көбейтіп 108-ге бөлеміз. 5,14 көбейтілген 204 бөлінген 108 тең болады 10,2 грамм шығады екен. Келесі есепте массасы 13 грамм мырыш тұзғыш қышқылымен реакцияға түскен кезде қалыпты жағдайда қанша көлем сутегі газы бөлінеді дейді. Реакция теңдеуін құрастырамыз. Ол үшін мырыш қосылған тұзғыш қышқылы бізде бөлінеді мырыш хлориді қосылған сутегі. Енді алдына 2 қоямыз. Мырыштың бізде массасы 13 грамм, ал мырыштың атомдық массасы бізде 65 екен. Енді сутегі газының көлемін табу үшін оның астына қалыпты жағдай жазамыз. Яғни алдында коэффициент бізде 1, сондықтан да қалыпты жағдайдың өзі жазылады. Сол кезде 22,4-ті 13-ке көбейтіп 65-ке бөлетін болсақ, 22,4 көбейтілген 13 бөлінген 65 тең болады 4,48 литр шығады екен. Келесі есепте қалыпты жағдайда 5,16 литр оттегі газын алу үшін қанша грамм калий хлоратын ыдырату қажет дейді. Енді бұл реакцияда калий хлоратының формуласы бізде калий хлор O3. Оны барлығымыз білеміз, не қатысында ыдырайды? Әрине марганец SO2 деген катализатор қатысында ыдырайды. Нәтижесінде бізде калий хлор менен оттегі бөлінеді екен. Теңестіретін болсақ, мына жерде 3 оттегі, мұнда 2, алдына 3 қоям, алдына 2 қоям, алдына 2 қоям. Енді бізде оттегінің көлемі 5,16 литр дейді. Яғни оттегінің көлемі 5,16 литр. Алу үшін алдында бізде коэффициент 3 тұр. Сондықтан да біз не істейміз? Қалыпты жағдайды 3-ке көбейтеміз. Яғни 22,14-ті 3-ке көбейтсек, бізде
67,2 литр шығады екен. Одан кейін калий хлороштың емберін табамыз. Калийіміз 39 қосылған 35,5 қосылған 48 тең болады. 122-де 5 шығады. Оны 2-ге көбейтсек бізде шығады екен 245 шығады. Одан кейін калий хлороштың массасын табу үшін 245-ті көбейтеміз. 5-те 6-ға бөлеміз 67,2. Сол кезде 20,416 грамм шығады екен. Дұрыс жауабы осы. Алдыңғы есептерде мен сіздерге реакция теңдеуі бойынша массаны есептеуді көрсеттім, көлемді көрсеттім. Енді осы жолы зат мөлшерін анықтаймыз. Массасы 12 грамм магний оттегіде толық жанғанда түзілген магний оксидінің зат мөлшерін есептеңіз дейді. Реакциясын жазатын болсақ, магний қосылған оттегі тең болады бізде магний оксиді. Енді магнийдің массасы бізде 12 грамм. Магнийдің атомдық массасы 24, 12-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде 48 болады. Ал түзілген магний оксидінің зат мөлшері деп айтатын болса, біз алдындағы коэффициентті астына жазамыз. Яғни 2 моль деп. Алдындағы коэффициентті. Мысалы үшін мына жерде 1 болса, мына жерде 1 болады деген сияқты. Сол кезде 2-ні 12-ке көбейтіп 48-ге бөлсек, бізде шығады екен 0,15 шығады. 0,15 моль шығады екен. Келесі есепте қалыпты жағдайда көлемі 11,12 литр сутегі хлормен әрекеттескенде қанша моль тұз қышқылы бөлінеді дейді. Реакциясын құрастыратын болсақ, сутегі қосылған хлор 2 тең болады тұз қышқылы алдына екіп қоямыз. Енді сутегінің көлемі бізде 11,2. Енді көлем белгілендіктен астына қалып жағдай жазам. Сутегінің бізде алдында коэффициент 1, сондықтан да бізде астында болады екен 22,4. Ал тұз қышқылының молін табу үшін алдында бізде коэффициент 2, сондықтан да 2 моль жазамын. Үстінде x моль деп қоямын. Сол кезде x тең болады бізде 1 моль екен. Дұрыс жауабы осы.